Бүгін заманауи ойындар әлемінде төңкеріс жасаған PUBG ойынымен таныс болайық. Ел арасында PUBG деп танылған бұл ойынның толық аты PlayerUnknown's Battlegrounds. Бұл жердегі PlayerUnknown's сөзі Battle Royale жанрының негізін қалаған Ник Бернард Гриннің ойындағы лақап аты, ал Battlegrounds ұрыс алаңы деген мағынаны білдіреді. 2017 жылы 23 наурыз күні Steam алаңында пайда болған бұл ойын бірден сұранысқа ие болды. Әр апта сайын рекорд жаңартып отырған ойынның қазіргі таңда 16 миллион көшірмесі сатылған. Ал онлайн түрде күнделікті ойнайтындардың саны 2 миллион қолданушыдан асып жығылады. Сонымен, бұл ойынның мұншалықты танымалдыққа ие болатын қандай құпиясы бар? Брэндон Грин жапониялық корольдік шайқас деп аталатын фильмді көргеннен соң ойын шығаруды қолға алды. Бұл ойынның ерекшелігі 100 ойыншы бір үлкен алаңда өмір үшін айқасады. Өзіңе қажетті қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тауып, өмір үшін өзгелермен күресесің. PUBG ерекшелігі миыңа салмақ салатын ешқандай тапсырма орындамайсың. Тек сенен бөлек 99 адам онлайн түрде өмір үшін күреседі. Бар болғаны осы. Дегенмен, ойынды жасаушылар оны барынша дамытуға тырысып жатыр. Түрлі локациялар мен жанрлар, қару-жарақтың сан түрі мен неше түрлі көліктер. Жалғыз өзің немесе командаңды жинап, атыс алаңына шығып кетсең болады. Ойын үстінде бір-біріңмен еш қиындықсыз сөйлесуге мүмкіндік бар. Компьютерге арналған PUBG ойынына сұраныстың артқаны соншалық, араға 1 жыл салып телефонға арналған PUBG Mobile нұсқасын жасап шығарды. Міне, дәл қазір PUBG пен оның мобил нұсқасы нарықтағы ең сұранысқа ие ойындар. Достар, бізде бүгінге бары осы. Егер ақпаратымыз пайдалы болған болса, лайк басып және каналға жазылуды ұмытпаймыз.